Көп адамдар пандемия кезінде жұмыссыз қалды. Офлайн жұмыс істейтін компаниялардың көбісі табысынан айырылды. Сонда ғана мен мына тендердің артықшылығын, ерекшелігін түсіндім. Біздер компанияда үйде отырамыз, карантин болады, үйден шықпаймыз деп барлық менеджерлер командамды тараттым. Сонда байқасам, алғашқы 5 күннің ішінде біз 4 тендер ұтып алдық. Сонда мен ойладым, мәссаған, біз онлайн үйден шықпай тендерлерді ұта алады екенбіз ғой. Тендер кризиске қарсы қару. Неліктен? Бұл сұрақ маған жиі қойылады. Неліктен? Мен негізі тендермен айналысып жүргеніме 8 жыл болды. Бірақ осы кәсіптің, осы бизнестің артықшылығын, ерекшелігін мен тек қана пандемия кезінде ғана түсіндім. Неге десеңіздер, пандемия кезінде естеріңізде болса, наурыз айында біздер барлықтарымыз үйде отырып қалдық. Еш жерге шыға алмадық, дүкенге де шыға алмадық. Тек қана міне есіктің алдындағы дүкенге баратынбыз, басқа еш жерге көлікке де айдап бара алмайтынбыз. Жұмысқа да барған жоқ. Көп адамдар пандемия кезінде жұмыссыз қалды. Офлайн жұмыс істейтін компаниялардың көбісі табысынан айырылды. Көп адамдар жұмысынан айырылды. Сонда ғана мен мына тендердің артықшылығын, ерекшелігін түсіндім. Біздер компанияда енді үйде отырамыз, карантин болады, үйден шықпаймыз деп барлық менеджерлер командамды тараттым. Әрқайсымыз үйге кеттік. Бірақ әрқайсымыз офистан ноутбукты арқалап шыққанбыз. Сонда байқасам, алғашқы 5 күннің ішінде біз 4 тендер ұтып алдық. Ешкім офиске барған жоқ. Әрқайсысы өзінің компьютермен үйде отырып, жұмыс уақытында біз тек қана компьютерді қосып жұмыс істедік, бірақ әрқайсысы өз үйінде отырды. Сонда мен ойладым, мәссаған, бұл команданы офиста ұстаудың қажеті жоқ екен. Біз онлайн, үйден шықпай тендерлерді ұта алады екенбіз ғой. Негізі пандемия кезінде, кризис кезінде, көп компаниялар өздерінің табыстарынан айырылды дедім ғой, мәселен, барлығымыз үйден шыға алмадық. Бұл енді тотальный карантин болған кезде, Сонда көп жұмыс берушілер жұмыскерлерді жұмыстан шығаруға мәжбүр болды. Себебі компанияда ешқандай кіріс жоқ болды. Ал тендер бұл кризиске қарсы қару. Неліктен десеңіз, біріншіден жұмыс онлайн өтеді. Үйден шықпай табыс табуға болады. Былай қарасам, офистің қажеті жоқ. Екіншіден, бұл жерде тапсырыс беруші, яғни заказчик, төлем қабілеттілігі 100%. Карантин кезінде, пандемия кезінде, кризис кезінде көп адамдардың төлем қабілеттілігі түседі. Қаражат жоқ болғандықтан, мәселен, қарызға сұрайды, бір ай күте тұршы, кейін қайтарам, бір апта бере тұршы, тағы да 3 күн бере тұршы деп қарызды қиын қайтарады. Төлемді қиын жасайды. Бөліп төлейінші деген өте жиі айтылатын дүние кризис кезінде. Себебі адамдарда ақша болмайды. Көп ақша болмайды. Ал мемлекетте, бұл мемлекеттік бюджет болғандықтан, сатып алынатын товарлар, қызметтер болмаса жұмыстар, бұл мемлекеттің өмір сүруіне қажетті нәрсе болғандықтан, егер де сіз тендерді ұтсаңыз, және де өзіңізге алған міндеттемелерді 100% орындасаңыз, онда заказчик сізге заң аясында 30 күннің ішінде, бірақ практикада ең тез маған түскен ақша 1 күнде, ең көп 10 күннің ішінде ақшаңыз түседі. Заказчиктің төлем қабілеттілігі 100%. Бұл жерде қараңыздар, егер де біз кризиске қарастыратын болсақ, кризис ситуациясын, онда сатып алушы кішігірім қаражатқа неғұрлым көбірек товарды сатып алғысы келеді. Болмаса кішігірім қаражатқа неғұрлым көп көлемді жұмысты жасатқысы келеді, или болмаса қызметті жасатқысы келеді. Кішкентай бюджетке, бірақ неғұрлым көп товар, неғұрлым көп қызмет, болмаса неғұрлым көп жұмыс. Тендерде ондай жоқ. Тендерде нақты талап бар, нақты сан бар, нақты көлем бар, соны қалай орындайсыз, өзіңіздің қаражатыңызды аласыз. Ешқандай да бір қосымша
талаптар қойылмайды. Мәселен, сіз мысал ретінде 10 бутылка суды ұтып алсаңыз, жеткізуді 10 бутылка суды. Сізге заказчик айтпайды, маған, пожалуйста, 15 бутылка су алып келе салшы деген әңгіме болмайды. Сіздің товарыңыздың санын ешкім ұлғайтпайды, болмаса сіздің жұмысыңыздың көлемін, болмаса қызметіңіздің көлемін ешкім де ұлғайтпайды. Ал енді былай нарықтағы қарым-қатынасты қарастыратын болсақ, онда сатып алушылар жеңілдік жасайсыз ба, мүмкін бағасын түсірерсіз, мүмкін бұл ақшаға 10 бутылка су емес, мүмкін 16 бутылка су беретін шығарсыз, біреусі подарок болсын деген сияқты. Енді сатып алушы кішігірім ақшаға көбірек нәрсені алғысы келеді. Мінекей, неліктен тендер бұл кризиске қарсы қару деп мен осындай себептерді келтіре аламын. Және де бұл кәсіпкерлерде, мәселен, тендер бұл сатудың бір ғана жол ғана. Егер де сіз өзіңіздің сатылымды ұлғайтамын десеңіздер, бұл қызмет болсын, жұмыс болсын, товар болсын, ешқандай ондай разницасы жоқ, иә? Өзіңіздің сатылымды ұлғайтамын десеңіздер, онда тендер бұл бірден бір жолы, себебі тендерде барлық нәрсе сатып алынады. Барлық нәрсе, барлық товарлар, барлық қызметтер, барлық жұмыстар тек қана бьюти индустрия ғана сатып алынбайды. Басқасының барлығы тендерде бар. Бұл жерде тек қана тендерде қатысып, парасыз, танысыз, көкесіз, тек қана заң аясында тендерді қалай ұтуға болатын, тек қана жолын ғана білу керек, басқа еш нәрсе қажет емес. Егер де сіздерге бұл ақпарат өте пайдалы болса, онда біздің каналымызға тіркеліңіздер, колокольчикке міндетті түрде басыңыздар. Себебі тендерге қатысты біздер әлі де көп видео түсіреміз, көп пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Егер де сіздердің таныстарыңыз, болмаса достарыңыз тендер жайлы ақпарат білгісі келсе, бұл видео жіберсеңіздер болады. Қосымша сұрақтарыңыз қалған болса, онда комментарийге сұрақтарыңызды жазыңыздар. Біздің каналымызда WhatsApp-ымыз бар, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, болмаса біздің Insta парақшамызға жазылып қойып, тағы да қосымша ақпарат алсаңыздар болады. Және де WhatsApp-қа жазып, тегін тендерге қатысты толық консультацияны ала аласыздар.